Ассаляму алейкум. Сіздермен бүгін өте дәмді гуру лагман жасайтын боламыз. Лагманның нанын созу бойынша видеоның ссылкасын описаниеде қалдырдым. Ең алдымен етті маринаттап аламыз. Етті маринаттауға керек заттар ол тұз 1 шай қасық, қара бұрыш жарты шай қасық, крахмал 1 шай қасық, жарты жұмыртқа, соя тұзығы 1,5 ас қасық және де 3 ас қасық су қажет болады. Етті ең алдымен жапырақтап жұқалап турап аламыз. Одан кейін оған тұз қосамыз, бұрыш қосамыз, жұмыртқамызды қосамыз, крахмал және соя тұздығын қосып, кішкене су қосамыз да жақсылап араластырамыз. Етіміздің бетін жауып, 1-1,5 сағатқа маринаттауға қалдыратын боламыз. Сіздерді қажетті ингредиенттермен таныстыра кетейін. Олар ет, жасыл балдыркөк, болгар бұрышы, ашты бұрыш, қызанақ, пияз, пекин орам жапырағы, жасыл бадана, хаджо, сарымсақ, үгітілген имбир және де тұз бұрыш. Ең алдымен қазанымызға өсімдік майын құямыз. Және қызып тұрған майға маринатталған етімізді салатын боламыз. Және де 10-15 минут жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін пиязымыз саламыз. Және де ет пен пиязды жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін қызанағымызды саламыз. Жақсылап араластырып, тағы да біраз қуырып аламыз. Пекин орам жапырағымызды саламыз. Және де жақсылап араластырып аламыз. Осы жерде өзіңіздің қалауыңыз бойынша ашты бұрышымыз салсаңыз болады. Одан кейін болгар бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз да, жасыл балдыркөкті саламыз, яғни стручковый, сельдерей. Одан кейін жасыл баданамыз саламыз, яғни стручковый фасоль. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Қатты отта жақсылап қуырып аламыз. $300 мл қайнап тұрған су құямыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, сарымсақ, хаджо, үгітілген имбир саламыз. Және де жақсылап араластырып аламыз. Оттың астын бәсеңдетіп, қазанымыздың қақпағынсыз 12 минут бұқтырамыз. Қолдың лагманына салып әдемілеп ұсынсаңыз болады. Өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздерге ас болсын.